Өте тамаша. Ал енді үшінші баланың пікірі. Менің тұспақтарым қызғылт сары емес. Менің тұспақтарым қызғылт сары емес деп тұр. Бұл да жалған айтып тұр. Сонда бұл қыздың тұспақтарының түсі қандай екен? Қызғылт сары. Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Қызғылт сары. Неге? Себебі Қызғылт сары емес деп. емес деп не істеп тұр? Жалған айтып тұр. Енді осы жалған пікірді шындыққа айналдырайықшы. Менің тұспақтарым қызғылт сары. Дұрыс айтады. Менің тұспақтарым Қызғылт сары. қызғылт сары. Енді осыдан қазір нәтижесін шығарайық. 1, 2, 3. Бірінші оқушы, екінші оқушы, үшінші оқушы. Сонда үшінші оқушыда қандай түсті тұспақтар бар екен? Қызғылт сары. Қызғылт сары. Бұл ұжымдық тапсырма балалар. Енді екінші балада не істейміз енді? Не істейміз енді? Не істейміз енді? Кәні ойланамыз. Ал шұғыла айтады. Екінші балада қандай түсті тұспақтар болады? Димаш? Қызыл. Қандай болады? Қызыл. Қызыл. Яғни үшінші балада қызғылт сары болса, қызғылт сарыны не істейміз? Өшіреміз да